Бұл Ханчердің ең бақытты сәті. Оның дәулетті күйеуі Джихан оны қолынан ұстап көпшілік алдында жариялады. Ол өзінің әйелі ретінде бұл оның мәртебесін мойындау және оған деген махаббаттың жаршысы еді. Кешкі ас аяқталған соң Джихан мен Ханчер теңіз жағасына келді. Джихан бұрынғы әйелімен болған жағдайды Ханчерге айтқысы келді, бірақ Ханчер оны тоқтатты. Ханчер бұрынғы нәрселерге мән бермейтінін айтты. Сол кездегі Джихан әлі оның күйеуі болмағанын, ол үшін тек қазір Джихан оны сүйетінін білу маңызды екенін жеткізді. Джихан одан әрі сөйлемеді. Екеуі нағыз ғашықтар сияқты ұзақ түнді орындықта отырып әңгімелесіп өткізді. Бейзи анасымен бірге әкесі күштеп үйге алып келді. Бейзи ессіз, әлі де үйге қайтқысы келмеді. Ол Ханчердің өз орнын басуына жол бере алмайтын еді. Әкесі есіңді жи, Джихан оны енді сүймейтінін қабылдауын тиіс деді. Сол сәттен бастап нағашысы адам салып Джиханның әр қимылын бақылауға алды. Тіпті Джиханның әрекеттерін анасына хабарлап уайымдататын. Анасы ағасымен дұрыс сөйлескісі келетінін айтты, бірақ ағасы енді оларда туысқандық байланыс жоқ деді. Қазір Джихан оның жауы, ол Джиханның таңдауы үшін құн төлеуін қалайды, дәл бұрынғы әкесі сияқты. Джихан мен Ханчер үйге оралған соң, Джихан Ханчерді өзімен бірге әулеттің үйіне көшіргісі келді. Ханчер әлі де ойланып еді, бірақ Джихан Ханчер оның әйелі екенін айтты. Әр күн жұмыстан келгенде үйінде әйелін көргісі келетінін жеткізді. Ханчер келісімін берді. Анасы бұл жаңалыққа риза болмады, бірақ Джихан шешімін бекіткен еді. Анасы алаңдаулы болды, өйткені нағашысының әдістерін білетін. Кешке Ханчер ақыры әулеттің үйінің дастархан басына отырды. Ол Бейзи қайда кеткенін білгісі келді. Джихан енді Бейзи мұнда тұрмайтынын айтты. Анасы болса Бейзи тұрмаса да, оның орны әрқашан осында деп жауап берді. Тамақтан кейін Джихан мен Ханчер бөлмеге кетті. Бөлме Джиханның тапсырмасымен безендірілген еді. Джихан Ханчердің нәзік жүзін сипап, «Қош келдің жүрегімнің иесі» деді. Ханчер ұялшақтап көзін жұмды, бірақ Джихан тек бетін сүйді. Ханчерге жақсылап демалуын айтып, өзі жұмысқа кітапханаға кетті. Ол Ханчер әлі дайын емес екенін білетін, оған бәрі дұрыс екенін айтып, сабырмен күтемін деді. Анасының Ханчерге көзқарасы әлі де суық, ешкім жоқ кезде Ханчерді сөгіп қоятын. Джихан анасымен сөйлесіп, мән-жайды анықтамақ болды. Ханчер енесінің өмір салты өзгерген соң, оған ыңғайсыз болғанын, ол өз пікірін 1-2 күнде өзгертпейтінін, уақыт керектігін айтты. Джихан Ханчердің сөзін тыңдап, анасымен сөзге келмеді. Ханчерге сенімді болу үшін Джихан фотограф шақырып отбасының фотосын түсірді. Екеуі де жеке бірнеше тартымды суретке түсті. Тек анасының Ханчерге қатынасы мүлде өзгерген жоқ. Айтқан сөздері Ханчердің жүрегін жаралады. Джиханның жеңгесі айтты: "Енеңді өзгерту оңай емес. Егер сен шынымен Джиханды жақсы көрсең, Джиханмен бірге күресуді таңдайсың" деді. Осы сәтте Ханчердің өзі ескі үйге қайтты, өйткені аға ескі үйден көшіп кеткен еді. Ренжіп кеткен Джихан оны өзін жұбатуға келді деп ойлап, бірақ Ханчер енді барлық мәселелерді бірге шешетінін айтты. Ол Джиханның нағыз әйелі болғысы келетінін айтты. Бұл күтпеген жағдай Джиханды аң-таң қалдырды. Ханчер мөлдіреп бөлмеге кіріп, Джиханға қарай күлімсіреді. Джиханның жаны бірден еріп кетті. Ескі үйде екеуі бір төсекте түнеп, нағыз жұбай болды. Ағасы жігіттің анасы Бейзені фотосессияға шақырмағанын біліп, Мукаддер оларды тастап кетуге шешім қабылдады деп ойлады. Джиханға қастандық ұйымдастыруға қол астындағы адамдарға тапсырма берді. Джихан мен Ханчерді көріп соңынан ерді. Джихан жолдың жанына тоқтап, дөңгелекті тексеремін деді. Сол сәтте ол адам да машинадан түсіп, Джиханға жақындады. Бірақ Джихан оны бұрыннан байқап қойған еді. Оны әдейі мүмкіндік жасау үшін машинадан түсті. Ол адам жанында келгенде, Джихан оны бірден ұстап алды, бір-бірден соққы беріп бетін жаралады. Ханчер бұл көріністі көріп қорқып, машинадан түскісі келді, бірақ Джихан тоқтатты. Джихан артынан аңдыған адамның артында тұрған өз нағашысы екенін білді. Бірақ нағашысы бәрін алдын ала ойлап, егер ұсталып қалса, Джиханды қорғау үшін соңынан ердім деп айтуды жоспарлап қойған еді. Джихан әрине көмекшісінің сөзіне сенбеді. Зәулім үйге қайтып келгенде, есік алдында нағашысының көлігін көрді. Ол Ханчерге ескі үйге баруды, ал өзінен хабар түспейінше қайтып келмеуді айтты. Ханчер Джихан неге ашулы екенін түсінбеді. Не сұраса да Джихан жауап бермеді. Нағашысы мұнда Джиханның шешесінің шақыруымен келген еді. Джиханның анасы онымен сабырмен сөйлескісі келді, бірақ ағасы енді кеш деді. Сол сәтте көмекшісі қоңырау шалды. Нағашысы бәрі сәтті болды деп ойлады. Анасы қатты уайымдап, Джиханның аман-есен үйге оралғанын көргенде ғана тынышталды. Джихан нағашысының телефонын қолынан жұлып алып жерге лақтырып, аяғымен бірнеше рет мыжыды. Ол неге өзін өлтірмек болғанын сұрады. Бірақ нағашысы мойындамады. Көмекшісі сияқты ол да "Мен сені қорғау үшін істедім" деп жауап берді. Тіпті бұл туралы анаң да біледі деді. Анасы ұлын уайымдаса да, амалсыз нағашысына араша түсті. Джихан артық сөзге бармай, нағашысына ертең компанияға келуді, өзі бір шешім жариялайтынын айтты. Содан кейін заңгерге құжат дайындауды тапсырды. Ол нағашысын компаниядан қумақ болды. Компания қаншалықты шығынға батса да, Джихан өзінің әділдігін дәлелдегісі келді. Нағашысы бұл шешімді естігенде, екеуі қатты жанжалдасып, төбелесіп қала жаздады. Джиханның шешесі компанияға келіп, екеуін әрең ажыратты. Ол Джиханнан тағы да ойланып көрді өтінді, бірақ Джихан өз дегенінен қайтпады. Ол Ханчермен жаңа өмір бастағысы келді. Бұрынғы әйелімен байланысының бәрін үзуге бекінді. Анасы болса, бар кінәні Ханчерге жапты. Ол келгелі бері біздің отбасымыздың тыныштығы бұзылды деді.
Бірақ Джихан оның ұлы екенін, бір күні бәрібір ханчерді тастап, өзіме оралады деп сендірді. Егер ханчер өлгің келмесе, оны қолдануың керек деп, оған жүкті болдырмайтын дәріні ұсынды. Ханчердің ойы шырмауықтай шатасып, түнде дәріні шынымен ашып, бір түймегін ішпек болды. Дәл сол сәтте Джихан есікті ашып кіріп келді.